Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пончик жасау рецептімен бөлісемін. Дәмді қарапайым рецепттің бірі. Ол үшін бізге 350 грамм ұн, 170 мл жылы сүт, 30 мл су, 40 грамм сары май, 1 шай қасық құрғақ ашытқы, 50 грамм қант, 1 жұмыртқа қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен сүтті, суды, ерітілген сары майды, қантты және ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстінен біртіндеп ұнды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетін асханалық үлдірмен жауып, 35 минутқа қалдырамыз. Қамырды ыдыстан түсіріп, қолымызға жабыспауы үшін кішкене май жағып, қамырды жаямыз. Қамыр орташа қалыңдықта жайылады. Пончикті өздеріңіз қалағандай үлгіде кесулеріңізге болады. Ортасынан тесік қалдырамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, пончиктерді пісіреміз. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Әр беті шамамен 2-3 минутта пісіп дайын болады. Піскен пончиктерді майлық төселген тарелкаға түсіріп аламыз. Осы тәсілмен барлық пончиктерді дайындаймыз. Пончиктеріміз дайын. Қант глазурын дайындау үшін бізге 100 грамм қант ұнтағы және 3 ас қасық лимон шырыны қажет. Екі қоспаны біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Пончиктерге видеода көрсетілгендей етіп, жағып шығамыз. Өз талғамымызға сәйкес безендіруімізге болады. Пончиктеріміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.